Сәлем қыздар, мен алдыңғы роликтерде ашытқыны жасап көрсетіп, және бірінші ашытқыдан алғаш рет нан жасағанбыз. Ал мынау енді әр пісірген сайын ашытқыларыңыздың жақсара беретінін дәлелі ретінде тағы да бір нан пісіруді жөн көрдім. Байқасаңыздар, нанның сықырлап өте хрустящий болады. Іші дәмді, өте жұмсақ. Алдында айтқанымдай, мен пионер ұнын пайдаланамын, пионер және бірінші сорты. Осы ұннан қамыр өте дәмді, өте жұмсақ және жеңіл болып шығады. Нан бар жоғы 4 қана заттан тұрады. Олар ашытқы, тұз, таза су краннан және ұн. Ыдысымызға 300 грамм ашытқыны саламыз. Үстінен 400 грамм суық су құйып, жақсылап оны араластырып шығу керек. Оған тұз бен ұнды қосып, қасықпен жақсылап араластырып илейміз. Қамыр бастапқыда сұйық болады. Одан кейін қамыр тұрған сайын, обминка жасаған сайын қамыр демалады және ауамен қоректеніп, өте жеңіл, өте сондай бір созылмалы тесто болып шығады. Қамыр жақсы демалды, жарты сағаттай тұрды. Енді қолымызды сулап, обминка жасаймыз. Обминка деген осылай қамырды жан-жағынан созып, конверт тәріздес етіп, бүктеу. Алдағы 2 сағат уақыт бойы әр 15-20 минут сайын осылай қамырға обминка жасаймыз. Бұл обминка деген қамырдың демалу үшін, қамырдың нан піскен кезде өте жеңіл, сіңімді және жақсы көтерілу үшін қажет. Ал мынау енді менің ең соңғы обминкам. Қарасаңыздар, қамыр табаққа жабыспайды, қолға жабыспайды. Өзі пластилин сияқты, немесе балалардың ойнайтын лизуны сияқты болады. Жеп-жеңіл бола бастайды қамыр. Және онымен жұмыс істеу өте жеңіл болады, созылмалы болып шығады соңына қарай. Мынау соңғы обминкам. Осы обминкадан кейін 15 минут қақпағын жауып қойып демалтамыз. 15 минуттан кейін уже форма жасаймыз. 15 минут өтті. Енді қақпағын ашамыз және дастарханның үстіне немесе тақтайға ұнды сүйіп, наннан форма жасау керек. Дәл видеодағыдай қамырды жан-жағынан созып керу керек және оны конверт тәріздес етіп бүктеу керек. Ол осы подовый нанның формасы болып табылады. Духовканы алдын ала бір жарты сағат 20-30 минут бұрын 200 градус температураға ысытып қойыңыздар. Қамырды создық. Енді оң жағын ішке қарап бүктейміз және сол жағын бүктейміз. Одан кейін астынан орап, тартып, айландырып формасына келтіреміз. Формасына келген қамырдың шет жағын осылай жабыстырып шығамыз. Әйтпесе ортасы ашылып кетеді. Нан енді 2 сағат тұру керек. 2 сағат формасында ұстап, көтеріліп тұру керек. Ол үшін негізі нан пісіретін кезінде ротанговая корзинаға салып, осылай 2 сағат расстойкаға қойып қояды. Бірақ мен үй жағдайында ротанговая корзина қолданбаймын, нанның корзинасын қолдана беремін. Және расстойкаға холодильниктің өзіне қойып салмаймын. Жай ғана бөлме температурасында қалдыра беремін. Осылай 2 сағат формасын ұстайды, қамыр көтеріледі, күтеміз. 2 сағаттан кейін алып пісіруге болады. Мынау 2 сағат өтті, бетін ашамыз. Енді қараңыздар, қамыр көтерілген. Бұл духовкаға салған соң, бұдан да 2 есе көтеріледі. Нанның түйген бөлігін жоғары қаратып салдық корзинаға. Ал пісіретін кезінде керісінше аударамыз. Тігісі астына түседі, ал асты бетіне қарайды. Оны пергаментный бумагаға немесе тефлоновая бумагаға мен сияқты аударып пісірсеңіздер болады. Алдын ала духовкамыз ыстық, 200-250 градуста ысытылған болу керек. Және мендегі осындай дайын лезвие бар. Сіздер жай ғана лезвиемен немесе пышақтың көмегімен әдемі узор салсаңыздар болады. Менде осындай лезвиялар және кондитерский пышақтардың түрлері көп.
менде бар болған соң осыларды пайдаланып жатырмын. Ал сіздерге оны алуға міндетті емес, сіздерге особо қажет емес. Сіздер тек қана көрсін деп мен сіздерге осы видеода көрсетіп жатырмын. Қаласаңыздар ала алсаңыздар болады. Арзан тұрады, қымбат емес. Ал енді духовкамыз 200 градуста ысыды. Мен салып пісіріп алдым. Қамырды тефлоновая бумагаға салып аударып қалай салдым, тура сол күйінде пісірдім. Ештеңе қойған жоқпын, астына да үстіне де. Бірақ духовканың ішіне көп адамдар пар жасап су шашады. Немесе кондитерский ананда камень болады, тастар ыстық қатты ысу үшін пиццаға бір нәрсеге пайдаланады. Сондайда тас қояды. Мен ештеңе пайдаланбаймын, себебі үй жағдайында өзім үшін пісіремін. Олардың барлығын артық деп есептеймін, себебі менікі онсызда да жақсы көтеріледі, өте жеңіл, өте дәмді болып піседі. Мен сол үшін тасты да пайдаланбаймын, парды да пайдаланбаймын. Бірақ қаласаңыздар утятницаға немесе қақпағы жабылатын қазанға пісірсеңіздер де осылай жақсы көтеріледі, іші пар образоваться етіледі. Менің нан пісіргенде қатты көңіл бөлетін затым ол обминка. Обминканы жақсы созуға, жақсы жасауға тырысамын. Себебі сол обминкаға байланысты қамыр көтеріледі. Және де температурасын алдын ала 200-250 градуста ысытып қойған духовка болса, ол қамыр ішке сала салысымен бірден жақсы көтеріле бастайды және өте жеңіл болып, дәмді болып піседі. Ал астарыңыз дәмді болсын. Егер де басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар.